миллиграмм сабағы 9 сабақ. Яғни масса жаңа өлшем бірлігі миллиграммен танысасыңдар. Шамалар мәнін салыстырасыңдар. Көрсетіп тұр 1 граммда 1000 миллиграмм, одан кейін 10 100-ге көбейтсең центнер, 10 10-ға көбейтсең тонна шығады. Осы есепті шығарамыз. Енді ай есебіне қараймыз. Арман киттің массасы 3 тонна деді. Ал Әлия 30 центнер деді. Ал Айнат киттің массасы 3000 килограмм. Яғни барлығын өлшем бірліктерін әртүрлі қылып айтты. Онда 3 тоннаны 1000-ға көбейтемін. 3000 килограмм болады. Ал центнерді центнер яғни 100 есе болып тұр. Сонда 30-ды көбейтемін 100-ге, 3000 бұлда килограмм болады. Сонда барлығы бір-біріне тең екен. 3 тонна, 30 центнер және 3000 килограмм дегеніміз бір-біріне тең сандар екен. Енді әсінде 1 килограммда неше грамм бар? Яғни 1000 грамм бар екен көрініп тұр. 1 килограммда 1000 грамм бар. 1000 грамм бар. Одан кейін 1 тоннада неше килограмм бар? Килограмм мынау, килограмм жерге шейін арғарай 1000 болып көрсетіп тұр. 1 тоннада 1000 килограмм бар. 1 центнерде неше килограмм? Мен бетін өшірейін. 1 центнерде неше килограмм? Килограмм мынау, центнер мынау, аралығы 100 деп тұр. 100 деп тұр. 100 килограмм көрсетіп тұр. 1 тонна неше центнер? 1 тонна неше центнер, аралығы 10 көрсетіп тұр. Демек 10 центнер көрсетіп тұр. Жақсы. Үшінші есебімізде 5 грамм 200 миллиграммды миллиграммен өрнекте дейді. Яғни біз білеміз 1 граммымыз 1000 миллиграммға тең. Сонда 1000 көбейтілген 5 қосылған 200 болады. 5200 миллиграмм болады. Осылай келесі есеп шығарамыз. 3 грамм 61 миллиграмм. 3 грамм деп отырғаным жаңағы 1000-ды 3-ке көбейтіп қосам 61-ге. 3061 миллиграмм болады. 4 грамм 35 миллиграмм. 1000-ды 4-ке көбейтіп 35-ті қосам. 4035 миллиграмм болады. 1 килограммды көбейтем 20 граммға. Яғни 1 килограммда 1 миллион миллиграмм бар. 1 миллион миллиграмм бар. Қосылған 20 грамм деп отырғаным, сол 1000-ды 20-ға көбейтемін. 1 миллион 20-ға көбейтсем, 2-ні жазамында қалған нөлдер тіркем. Яқта 3 нөлден 4 нөлді тірке салам. 20 000 болады. Енді 1 миллионға 20 000-ды қосам. Бір миллион 20 000 миллиграмм болады. Өсу ретімен жаз дейді. Өсу ретімен. Яғни өсу реті кішкентай. 3061 миллиграмм. 4035 миллиграмм. 5200 миллиграмм. 1 миллион 20 миллиграмм. Есеп аяқталды.
бір облыстың картоп өсірушілері 70.571 тонна картоп жинады. Ал облыс халқына 90.000 тонна картоп қажет. Басқа өңірлерден қанша тонна картоп әкелу керек? А. Яғни бізге 90.000 картоп керек. Картоп өндірушілер 70.571 тонна картоп жинады. Яғни екеуін азайтам. 90.000-нан азайтам 70.571-ді. Нөлден бір азайтылмаған ке бір қарыс берем. 10 болады. 10-нан 1-ді азайтсаң 9. Мұнда бір қарыс кет 9 қалады. 9-дан 7-ні азайтсам 2. Мұнда 9 қалады. 9-дан 5-ті азайтсам 4. Мұнда 9 қалды. 9-дан бір қарыс бергенде 8 қалды. 8-ден 7-ні азайтсам 1 болды. 19.429. Яғни төменде схемасы тұр екен. Бұл үшінші схемада тұр екен. Мың 19.429 тонна. Яғни төртінші сұлба. Үшінші сұлба. Әсінде биылғы жылы бір облыстың бағбандары 86.000 килограмм алма жинады. Былтыр бұдан 6.555 килограмм алма кем жиналған. 2 жылда барлық қанша килограмм алма жиналды? Яғни биыл 86.000, былтыр 6.555 килограмм кем. Яғни биылғыдан да кем жинады. 6.555 килограмм кем жинады. Енді осыны есептейміз. Әлбетте бірінші ақшаншын орында боламыз. 86.000 азайтам 6.555-ге. 0-ден 5 азайтылмайды. Bir қарыс берем. 10-нан 5 болады. Мұнда 9 қалады. 9-дан 5-ті 4 қалады. Мұнда бір қарыс кетті 9 болады. 9-дан 5 бұлда 4 болады. 6-дан бір қарыс кетті 5-тен 6 азайтылмайды. Bir қарыс берем. Яғни 15-тен 6-ны азайтсам 9 қалады. 8 7 болып түседі сонда. Жақшаншы 79.445 деген сан шығады. Енді екінші сол 80 қайтадан басында берген 86.000-нан 79.445 азайтам. То есть 2 жылда барлығы қанша килограмм алма жиналса қосу болады. Мында қосу болады. 0-ден 5 5 болады. 4 болады. 4 болады. 15 бір ойда. 15 16. 165.445. 165.445. Яғни бұл бізде бірінші схемаға тура келеді. Бірінші схема деп отырғанымыз сұлба. Орнына қойып жазасыздар. Босында биыл бір облыстың күріш өсірушілері 502.525 тонна күріш жинады. Былтыр бұдан 5.456 тонна күріш кем болды. Алдыңғы жылы былтырғы жылға қарағанда 2.315 тонна күріш кем болды. Алдыңғы жылы қанша тонна өнім жиналды? Яғни 5.525 тонна күріш жиналды. Былтыр бұдан кем болды. Яғни биылғыдан 5.456 тоннан азайтамыз. Одан шыққан санды күрішке алдыңғы жылы былтырғы жылға қарағанда 2315 деп бұлай құрастырамыз. Яғни азайтамыз. Бірінші әлбетте шақшаншын азайтып аламын. 502.525 азайтам 5.456. 5-тен 6 азайтып бір қарыс беремін. 15. 15-тен 6 9. Bir қарыс кетті. Мына жерде 1. 5-тен бір қарыс. 11-ден 5 азайтсақ 6. 5-тен бір қарыс кетсе, 4 қалды. 4-тен 4 0. Bir қарыс берем. 12-ден 5 7. Мұнда 9. 5-тен бір қарыс кетті. 4.
497.069. Енді одан 69-дан 2315-ті азайтамын. 9-дан 5-ті азайтсам 4, 6-дан 1-ді азайтсам 5, бір қарыс кеттім. 10-нан 3-ті азайтсам 7, 7-тен бір қарыс кетсе 6 болады, 6-дан 2-ні азайтсақ 4, 9 түсет 4, 497.754. Яғни бұл әлбетте екінші сұлбаға жазасыздар. Бізде күзгі, қысқы, көктем 16 күн демаламыз, е? Жазда 92 күн демаламыз. 3 ай жазы есептейміз. Енді тәулікпен есептедік, ал енді әсі бізде сағатпен есептейміз. Яғни бізде 14 күнді, 14 күн деген 21 тәулікте бізде 24 сағат бар. 24 сағатқа көбейсек 336 сағат болады. Яғни бұл жаңа күзгі, қысқы, көктемгі демалыс күніміз. Ал жазда 92 күнді 24 сағатқа көбейтетін болсақ, 2208 сағат демаламыз. Яғни бұл жазғы демалыс. Келесі. Б. Минутпен есептеу. Біз білеміз, бір сағатта 60 минут бар екен білеміз, е? Енді сол 336 сағатты 60 минутқа көбейтеміз. Сонда 20.160 минут болады. Мынау 2208 сағатты да 60-қа көбейтіп жібереміз. Сонда 132.480 минут болады. Жақсы, зейіндеріңіз ашылсын. Так, 5-ші. Калькуляторда есептеуге арналған қызық тапсырма ойлап тап. Оны сыныптастан құрап. 22 маусым 2040. 22 маусым 1941. 9 мамыр 1945 жылы ұлы отан соғысы болды. Соғыс неше күн, сағат, минут болды. Минут болды. Так, сандармен ойын ойна. Өрнекте дәптеріңе баған түрінде және есепте. 7, 6, 2, 1, 0 цифрларына ең кіші, ең үлкен 5 таңбалы сан құрастыр. Олардың айырмасын тап, айырманың цифрларының ең үлкен және ең кіші сандар құрастыр. Тағы да осылай 3 рет қайталауымыз керек екен. Яғни осы цифрдан бізде ең үлкен 7, 6, 2, 1, 0. Және бізде 0-ден басталатын сан жоқ. Ең кішкентай сол себептен 1-ді бірінші жазам. 0, 2, 6, 7. Бізде 5 таңбалы болу керек. Сонда 76.210-ды азайтам 10.267-ге. Оннан 7-ні айтсақ 3 болады. Бір қарыс кетті. Мына жерде 0 қалады. Оннан 6-ны айтсақ 4.
1 қарыз кетті 1. 6-тан 1 қарыз берем. 11-ден 2. 9. 5. 7-ден 1 айырсам 6. 65.943. Енді осыдан ең үлкен сан 9, 6, 5, 4, 3 және 3, 4, 5, 6, 9. 96.543 азайтам 34.569. 3-тен 9-ды азайтсаң азаймайды, 1 қарыз берем. 13-тен 9 4 болады. 4-тен 1 қарыз берді 3 болады. 5-тен 1 қарыз берем. 13-тен 6 7 болады. 5-тен 1 қарыз берем 4 болады. 4-тен 5 азаймайды, 1 қарыз берем. 9 болады. 14-тен 5 азайтсақ. 5-тен 4 азайтсақ, мұнда 1 болады. 9-дан 3 6. 61.971 болады. 74 болады. Енді осыдан тағы да құрастырам. Үлкен таңбалы сан 9, 3, 9, 7, 6, 4, 1 және керісінше 1, 4, 6, 7, 9. 97.641-ден азайтам 4.679. 11-ден 9 азаймайды, 1 қарыз берем. 11-ден 9 2, 1 қарыз кетті 3, 6-тан 1 қарыз берем. 13-тен 7 азайтсақ 6, 6-тан 1 қарыз кетті 5 қалды. 7-тен 1 қарыз берем. 15-тен 6 азайтсақ 9, 7-тен 1 қарыз кетті 6, 6-тан 4 2, 9-дан 1 азайтсақ 8, 82.962. Солай тағы да сандар құрастыра беремін. Тапсырманың орында Әлия қалалардың арақашықтығын сайттан автокөлік жолдары бойынша білді. Атыраудан қай қала алыс орналасқан? Қанша километр алыс? 3393. Яғни Әлия қаланың арақашықтығы сайттан автокөлік жолдары бойынша білді. Атыраудан қай қала алыс орналасқан? Қанша километр алыс? Яғни Өскемен қаласы алыс орналасқан. Яғни Өскемен қаласы алыс орналасқан. Және қанша километр алыс? 3393 километрден азайтам 2653-ті. 3393-ті баған түрінде азайтайы 2653. 3-тен 3-ті 0, 9-дан 5 азайтсақ 4, 3-тен 6 азаймайды, 1 қарыз берем. 13-тен 6 7. Сонда 740 километр. Километр артық орналасқан. Яғни артық километр Тараз қаласынан деге. Тараз қаласынан Q деп белгілеп қойын. 1485 километр. Ал Шымкентпен Арыс қаласы 87 километр. Енді екеуін осы арақашық салыстыр. Яғни үлкен арақашықтық бар. Бізде оңтүстік пен солтүстіктің 1485-тен 87-ні азайтамын. 1 қарыз беремін. 15-тен 7-ні азайтсақ 8 болады. 1 қарыз кетті. Мына жер 7 қалды. 4-тен 1 қарыз. 17-тен 8 9. Мынау 3. 1390. 9 есеп шығар. Әлия әкесімен бірге бақшадан массасы 1, 2, 3, 4, 5, 6,
килограмм болатын 7 асқабақ жинап алды. Асқабақтарды бір себетке әрқайсысы да массасы бірдей болатын бөліп салды. Мұны олар қалай орындады? Яғни біз осы нелерді бір-біріне қосып аламыз. Яғни 1 килограмм, 2 килограмм, 3 килограмм, 4 килограмм, 5 килограмм, 6 килограмм, 7 килограмм деп жалпы осыларды қосқан кезде бізде 28 килограмм болады. 4 себет бар. 28-ді 4-ке бөлетін болсақ, бізде 7 килограммдан түседі екен. Сонда бірінші себет, екінші себет, үшінші себет. Себет деп тұрған бізде корзинка ғой. Яғни осы мынау асқабақтардың массасы бірінші себетке сразу 7 килограммнан түседі. Одан кейін бізде 6-ға 1-ді қоссақ 7 килограмм болады. Одан кейін 3-ке 4-ті қоссақ 7 килограмм болады мұны. Одан кейін 2-ге 5-ті қоссақ 7 килограмм болады мұны. Осылай бөліп салу. Анасы Алияға 45 қызанақты 3 ыдысқа бөліп сал. Екеуіне теңде, ал үшіншісіне алдыңғы 2 ыдыстың әрқайсысына қарағанда 2 есе аз сал деп тапсырма береді. Яғни Алия қызанақты қалай салады деп ойлайсыз? Яғни ол бірінші ыдысқа салған кезде белгісіз қып салады. Одан кейінгі ыдысқа, алдында 2 ыдысқа 2 есе көп қып салу керек, бірақ бірдей қып салу керек. Мынаған қарағанда 2 есе көп болу керек. Екеуі де сонда 2x2x-тан. Ең теңдеу құрастырсақ болады. 2x қосылған, 2x қосылған, x-тарды қосып аламыз да, оны 45-ке теңестіреміз. 2x-қа 2x-ті 4x, x-ті қоссам 5x болады. 5x-тен 45, x-тен 45-ті бөлемін 5-ке. Сонда x-тен бізде 9 болады. Мұнда 2-ге көбейтем 9-ды, 18 қызанақ. Мұнда да сонда 2-ге 9 көбейтем 18, мұнда болады 9. Енді 36-ға 5-ті қосса, мұны 45 қызанақты теңдей бөлгеніміз шығып тұр екен. Жақсы. 87-ті 45.789-дан азайтатын боламын. 7-ден 9 азайта алмаймын, бір қарыс перемін. 17-ден 9 азайтсақ 8 болады. 8-ден бір қарыс кетті, мұна жерде 7 қалады. 4-ден бір қарыс берем, 17-ден 8 азайсақ 9 болады. 4-ден бір қарыс кетті, 3 қалады. Алдына бір қоям, 13-ден 7-ні азайтсақ бізде 6 болады. 0-ден бір қарыс кетті, 9, 9-дан 5-ті азайтсақ 4 болады. Мұна жер 9 қалады, 9-дан 4-ті азайтсақ 5 қалады. 9-дан бір қарыс кетті, мұнда 8 қалады, 850. Келесі қосу, 9-ға 2-ні қоссақ 11, 1 ойда, 0-ге 0-ді қоссаң 0, ойдағы мен 1, 8-ге 0-ді 8, 7-ге 5 қоссақ 12, 1 ойда, 4-ге 4-ді қоссаң 8, ойдағы мен 9, 6-ға 1-ді қоссаң 7, 792.811. Келесі 92.156-тан 87.099 азайтам. Соңынан 6-дан 9 азайтмайды. Бір қарыс берем, 16-дан 9 азайтсақ бізде 7 болады. Мұнда бір қарыс кетті, 4. Бірден бір қарыс алам, 14-тен 9 азайтсақ 5 болады. Мұна жерде 0 қалады, 0-ден 0 болады. 2-ден 7 азаймайды. Алдынан бір қарыс береміз, 12 болады. 12-ден 7-ні азайтсақ 6 болады. 5 болады. Мұнда бір қарыз алды, 9-дан 8 айсақ 1 болады, мұна жерде 8 болады. 815 мың. Қосқан кезде оңай, соңынан 2, 9, 10, 1 ойда, 12, 13, 1 ойда, 7-ге 2-ні қоссаң 9, ойдағы мен 10, 1 ойда, 3-ге 5-ті 8, ойдағы мен 9. Енді 563 миллион 409.158-ден 56 миллион 747.000-ды азайтам. 8-ден 0-ді азайтсам 8, 5-ден 0-ді азайтсам 5, 1-ден 0-ді азайтсам 1, 9-дан 3-ті азайтсам 6, 10-нан 4 азаймайды, бір қарыз берем, 10-нан 4-ті азайтсам сонда 6 болады.
мынау 4-тен 1 қарыз береді, 3 қалады. 3-тен 1 қарыз берем, 13-тен 7-ні азайтсақ 6 қалады. 3-тен 1 қарыз кетті 2, 6-тан 1 қарыз берем, 12-ден 6-ны азайтсақ 6 қалады. Мына жерде 5 қалады, 5-тен 5-ті азайтсақ 0 болады. 5-дің өзі түседі. 506 миллион 666 мың 108. 10-нан 1 қарыз берем, 10-нан 7-ні азайтсақ 3 болады. Онда 1 қарыз кетті 9 болады. Мынау 9 болады. Мына 1 қарыз кетті 9 болады. Мынадан 1 қарыз кетті 9-дан 6-ны азайтсақ 3 болады. 9-дан 3-ті азайтсақ 6 болады. 9-дан 4-ті азайтсақ 5 болады. 9-дан 5-ті азайтсақ 4 болады. Мынау 9 болады. 9-дан 4-ті азайтсақ 5 болады. Сонда 545 миллион 639 мың 993 болады.